Өйткені бала өмірдің жалғасы, отбасының жеміс берер гүлі. Отбасы бұл қоғамның негізі. Баланың болашақта жақсы азамат болуы үшін, жан-жақты тәрбиелі болу үшін отбасында берілетін тәрбиеге тікелей байланысты. Бүгінгі біздің балабақшада өткелі отырған өнерлі отбасы сайысына қош келдіңіздер. Олай болса, сайысқа қатысушы отбасыларымызды құрмет қошеметпен қарсы алайық. Өтегеновтар отбасын ортаға шақырамыз. Саламатсыздар ма? Есімім Өтегенова Индира. Менің қызым Гүлзира тобының тәрбиеленушісі Есен Айзере. Тегінде нағашы атасы Бүркітбай Шамахмен. Өте ойыныздар. Келесі Қалиевтар отбасы. Саламатсыздар ма? Біз Раушан той тобының атынан қатысушыларымыз Қалиев отбасы, есімім Нұргүл, қызым Раяна. Ортаға Әлібек отбасы. Қатысты ма, біз күнші уақытының қатысушыларымыз. Менің есімім Ташиева Алма, біз Әлібек отбасынан қатысып тұрмыз. Ұлымның есімі Еливан, папамыз жұмыста, папамыздың аты Мейрамбек. Келесі Мәлім отбасы. Саламатсыздар ма? Біздер Мәліктер отбасы. Қызым Бекетай тобының тәрбиеленушісі Мәлік Асылова. Мен Бұханова Бағила, папамыз жұмыста, Жұмабек Бақыт. Ортаға Жақсылықовтар отбасын шақырамыз. Саламатсыздар ма? Жақсылықтар отбасы өткен тобынан мен Серикова Сағыныш, ұлым Жақсылық Сағадат. Бәйге үшін терлетіп, шабыстырып, әділдікті қолдайтын баға беріп, жіберейік қазыларды таныстырып. Бүгінгі сайыстың әділ бағасын беріп, жеңімпазын анықтайтын әділ қазылар алқасын таныс болыңыздар. Балабақша басшысы Искакова Гүлмира Исаевна. Салараны, өнегелі тәлімді алған қадам, ал ендеше таныстырып өтейінен бүгінгі бөлімдердің сайысын бөліп жарып. Сайыс бағдарламасы 4 бөлімнен тұрады. Бірінші таныстыру, мен және менің отбасым. Екінші өз өнерін көрсету. Үшінші шебер қолдар, қол өнері. Төртінші мен қазақпын, сән үлгісі. Мен өзімді таныстырып алайын. Мен Бағила келінімін жекейдің. Берекеме тұтқа бөлер маңайын. Қызым менің соғып тұрған жүрегім, әкең анаң ұстаздарың тірегім, бақыт қызы, асылымым қызым менің мінеки, шақыраттың ерген тұзды еді. Ана мен қыз көрсетеді өнеді, безі билеп шырқатамыз өлеңді, ал асылым саған кезек берейін, еркет айды бір шулатшы сененді. Менің атым Асыл, сіздің атам Асыл, анасыл базарында, басылды ауылға, еркеттер біздің тобымыз, аналардың жырымыз, еркет әдемі, жақын ағамыз. Әкем бақыт ардақсы, Халил қаны сарнақты, анасын үліғалған, мен асылым жандақты. Армысыздар ағайын, келіп қалды сайысқа, отбасылар сайысына, ұлым менің Сағадатым өзі дара, мақтанышым тәртіпті үздік бала, кіші жүздің елінен біздер келді, ат салысып, бүгінгі сайысқа. Ассалаумалейкум, қатты етіп бұл сайыста. Өмірі еті асыға келді. Екінші ағайын бұл сайыста. Армысыздар, жамағат, сәлем бердім. Отбасылар сайысына біз де келдік. Кішіпейіл ақжарқын мінезі бар, Ереман деген қараңыз ұлым менің. Ұлым менің Ереман үздік бала, мақтанышым тәртіпті өзі дара. Шүрен руы елінен біздер келдік, әрбір істен жаттана қуат таба. Отбасымыз мерейлі, қарапайым, білетұғын қашан да өмір жайын. Ынтымақ пен сыйластық ұранымыз әрдайым бізге күш қуат беретұғын. Шақ алдырған, бар баланы таң қылған, таныстырып өтейден ән шашуымен ән жырдан. Раушан гүлі тобы атынан, шығып тұрмыз сабынан, өнер отбасы болғасын шығармыз биік сатыдан. Есімім Нұргүл көрермен, талапты әрбір баласы, сәлемдестім сіздермен 4 баланың анасы. Қызым, Раяна қызым ақылды шығарған әркез атымды, қара кесек руы шығарған ақын батырды.
көп баланың ішінен Раяна шығып салып, бүгінгі сайыстан шықсақ дейміз, топ жарып, Аягөз, Алина, апайлар, сіздер барда алдамыз, Раушан гүлі, Раушан тобы біздерді шапалақпен қолдаңыз. Армысыздар жамағат, сәлем бердіңіз. Отбасылар сайысына менде келдім. Кіші пейіл ақжарқын мінезі бар Айзере деген қара қызым. Қызым мені Айзере үздік бала, мақтанышы тәртіпті өзі дара. Кіші жүздің елінен біздер келді, әрбір істің шаттана қуат табар. Отбасымыз мерейлі қарапайым, білетұғын қашанда өмір жайын. Ынтымақпен сыйластық ұранымыз, күш беретін әрқашан бізге дайын. Бар бір жебе жалғанда, бармағынан бал тамған, өзен тауда, орманда, түн өзгеше, ол саған ендеше келесі үшінші кезеңнің бірінші қатысушы, бірінші номерді Мәлік отбасын шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Бүгінгі біз бұл жерге алып келгеніміз ол аққу. Аққуды ежелгі қазақ халқы қастерлеп, бақыттың бастамасы, жасылықтың жаршысы, сұлулықтың тәртіпті есептеген. Аққу айдың көлде жүзеді, ару айдың көңілде жүзеді демекші. Мен бұл аққуды агорасымен мешочектен жасадым. Бұған 550 мынандай алдына не кетті. Иә, мешок кетті. Ішіне деген баклажканың түгін киісіп, бірінші астына картонға жабыстырып алып, оның ішін скотчпен толтырып, оны жабыстырды. Ал мойны ұзын көргенде сымнан жасалған. Mama itu semua tahu. Mama titik. Usa harus tegak. Kиіз үйді картоннан жасап, және сыртында мына бетон мата бар. Одан бетон мата. Төбесіндегі шаңырақ немері, мыналардың бәрі шпашкадан жасалған. Және өзінің төсек жабдықтарымен жасалған. Көпе-көпшіктермен, отырғыштармен Айзере екеуміздің жасағанбыз. Көп рахмет, қошеметтеп жіберіңіз. Жарқырап жатар жолында. Демекші, ата-аналар мен баланың өз өнерін көрсетеді. Жаным балам, таслақтырма тағдырға, жақырап жүр, көңілімді қалдырма, төксенігім, төмендеуге хақым жоқ, ел тұрғанда артында, мен тұрғанда алдыңда. Адал болып өскенін, тек қана ата-аналармен бірге жалпы күш жігерді біріктіру арқасында тәрбиешілер балаларға үлкен адамдық бақыт беруі мүмкін. Бірінші реттік саны бойынша Мәлік отбасын ортаға шақырамыз. Біз бүгін пакетпенен тепловодты қолымызға алдық. Өнерменен фантазияның бәрін салдық. Ең бірінші ойымызға келген киім, ұлттық киім жасауды қолға алдық. Қос бұрымы бір өзіне жарасқан, сұлулығы күңгірімен таласқан, ұзын көйлек киіп ылғи жүретін ұлттық киім қазағыма жарасқан. Рахмет. Мәлік отбасына қошемет. Екінші реттік саны бойынша жақсылықтар отбасын шақырамыз. Көп рахмет, қошеметтеп жіберіңіздер. Төртінші реттік саны бойынша Қали отбасын ортаға шақырамыз. Қошеметтеңіз. Белсенді, шебер, өнерлі болған ата-анамыз Мәлік отбасы бірінші орын